Соғылсын қоңырау соғылсын, сыңғырла мәңгілік сыңғырла. Толқыған жүректер тоғысын, толтырып бір арна бір жырға. Шаттықтың үніндей мәңгілік соғылсын қоңырау соғылсын. Қуаныш жәніндей жаңғырып, жүректер ақ нұрға соғылсын. Миг торжественный и печальный, миг взросления с детством прощания, миг открытия новых дорог, он зовется последний звонок. От этих минут никуда нам не деться, и с чувствами этими каждый знаком. Уходит от вас ваше школьное детство, уходит от вас с этим милым звонком. Прозвучит последний звонок сейчас, переведет из детства в юность вас. Вы эти годы вспомните не раз, и свой родной 11 класс. Соңғы қоңырау соғу салтанаты. Алтын белгі егерлері. 11-ші А сынып оқушысы Садуова Диана, 11-ші А сынып оқушысы Есенаева Перизатқа тапсырылады. Ты сегодня последний услышал звонок в этой школе, что домом вторым оказалось. Позади в твоей жизни последний урок, только радость с грустинкой немного смешалась. Впереди трудный путь и экзаменов много, ведь тебе предстоит поступить в институт. Так подводят первые в жизни итоги, но еще впереди испытания ждут. Мектеп түзел. Назар аудар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын. Махаббат қайрат екеулеп шымарлатқан әдемені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керек. Құрметті қонақтар, мектеп табалдырығынан үлкен өмірге 56 түлек жолдамалды. 56 арман, 56 үміт. Осынша сенім мен осынша тағдыр. Еліміздегі мыңдаған мектептерден, мыңдаған түлектердің ұшып шыққанын ескерсек, ересектер қатары осынша адамға, осынша күшке толықты. Қанаттарын талмасын жас түлек. В честь наших выпускников от имени всех учителей перед вами Айгерим Александровна и Гульжанат Сафуанғызы с песней «Туған ел». Pues dime
учебного года объявляется закрытой. Право первыми войти в школу на свое последнее школьное мероприятие предоставляется нашим выпускникам. Halımda köşede vasiyetin, Ostazın var senin kasiyetin. Benim yüreğim